Елжан Шапан қазақи нақыштағы, шапандардың төресі батыстағы. Иранның кілеміндей өрнектелген шеберлері тігісінен шатыспады. Осы шапанды тойға бір кисем деген арман болған ағайынға алыстағы. Бұл брендке тек қана адай емес, құмар дейді бауырлар ақштағы. Қазақтың ән мен күйіне сән келтірген, сән салтанат тойларда сыйлы қонағына табысталатын ескі заманның ескірмейтін стилі жаңа үлгідегі шапандар сатылымда, қапыда қалмай ағайын. Неге құрметті көрермендер, Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына орай мерейтойдың екінші күніне де келіп жеттік. Яғни бүгін аламан бәйге. Міне, бүгінгі аламан бәйге бапкерге де, сәйгүлікке де оңай болмайтыны белгілі. Себебі мына темір тұлпарға, таласқа, шабысқа айтулы жүйріктердің бәрі мықтының мықтысы түсетіні белгілі. Ал сол себепті ат қосқалы жатқан азаматтар, аттарыңыз бәйгілі, өздеріңіз әйгілі болың. Ат сүрінбесін, бала құламасын. Бәйге тамашалаймыз. Мінеки құрметті көрермендер, қазір біздің алдымызда Ұлы Дала Маңғыстау бәйге федерациясының басшысы Ақмұрат ағамыз. Ал Ақмұрат аға, мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Ал өзіңіздің осы Жаңаөзен халқына, мереке иелеріне бір жүрек жарды тілегіңізді айта кетсеңіз, сәйгүліктерге де. Рахмет. Мынау енді қаламыздың 55 жылдығы аталып бүгін үлкен мереке болып жатыр. Мерекеміз құтты болсын. Ол мерекенің қарсаңында тек тойды жай той емес, ұлттық спортымызбен бірге қатар өткізіп жатырмыз. Кешеден бері, 2 күннен бері ұлттық спортта аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, садақ ату деген сияқты ойындар өтті. Одан кейін кеше Ошақ бәйге, Құнан бәйгелерді тамашаладық. Бүгін мінекей аманшылық болса, аламан бәйгені тамашалаймыз бұйырса, Алла қаласа. Бұның бәрі мереке, осындай жастарымызды отансүйгіштікке, салт дәстүрімізді, ұлттық спортты, патриот сезімдерін оятуға жасалынып жатқан мерекелер ғой. Осындай мерекелеріміз көп болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әр кезде осындай қуанышта жүрсе мереке. Ақмұрат аға, өзіңіз сияқты ұлттық спортты, ұлттық құндылықты дәріптейтін азаматтар, ағалар көп болсын. Өзіңізде талмай, тек осы ұлттың артында, ұлттың шаруасында шапқылап жүре беріңіздер. Рахмет. Сау Той құтты болсын тағы да. Сау бол, хорошо. Ал есәт е Алла, номер 1 Нарғоян, Серікбаев Доғдырбай бапкері, Құрманбаев Омар ат иесі, Шабандоз бала Мадияр, Құланда ауылынан келген мінекей 1-ші номердегі Нарғоян, 2-ші номердегі Лашын, бапкері жеткізген, иесі Қосшанып жеткізген, бәйгі бала Бүркіт Құланда ауылы, номер 3 Қарақасқа, бапкері Тағат, иесі Жұманбаев Ерсұлтан, Шабандоз бала Әбдубәкір, Рахат шағын ауданы келген жері, номері 4-ші номермен Зымыран, бапкері Әлишер Шуақбаев, Алдаш ағамыздың жүйрігі, бәйгі бала Нұртас, Рахат шағын ауданынан келген жүйрік, және де 5-ші номердегі Айғасқа, бапкері Ержан Тенеліп Сәттіғұл ағамыздың жүйрігі, бәйгі бала Біржан, Рахат шағын ауданы, номер 6 Көзайым, бапкері Нұрсұлтан, иесі Қармысып Ризат, бәйгі бала Ақжан Тұшшыбек аулы, номер 7 Ақтілек Ахметов Айтмұрат ағамыздың жүйрігі, бапкері Заңғар, бәйгі бала Ерсұлтан Мұнайлы ауданы, номер 8 Қарлығаш, бапкері Ақмаржан, иесі Қосшығыл Тостанып,
бәйгі бала Ақмаржан деген ару қызымызға бір қошеметтеп отырайықшы. Мінекей Мұнайлы ауданынан келген жүйрігіміз. Бүгін мінекей Ақмаржан қарындасымызға да туылған күн екен, бүгінгі бәйгі бірінші орын бұйырсын дегіміз келеді. Мінекей ер азаматтардың да қолынан келе бермейтініз батыр қызымызға бір қолда көрсетіп қояйық. Номер 9 Бақторы бапкері Нұрболат, ат иесі Айтешев Айдар, бәйгі бала Шалқар Рахат шағын ауданы. Номер 10 Жайнар бапкері Нұржан. Әлде де ығыстырайық жігіттер, айдайық төрешілер арғарата. Арғарата айдаймыз, кейін қарай жігіттер, кейін қарай. Кейін қарата. 10 Нұржан. 10-шы номерде Жайнар бапкері Нұржан. Ботабаев Сартай ат иесі Мирамбек, бәйгі бала Бейнеу ауданы. Номер 11 Бәйтерек бапкері Қыдыр Құдайберген Роман ат иесі. Шабандоз бала Нұржан Жаңаөзен қаласы. Номер 12 Шеге атты тайымыз Арсен бапкері Қонарбаев Саламат ат иесі. Мейіржан бәйгі бала Боранқұл ауданы. Номер 13 Домбыра бапкері Иманғали ат иесі. Насурлаев Айғали Байұзақ бәйгі бала Теңге кенті келген жері. Номер 14 Шабдалы бапкері Тоқтырбай Нағыманов Дәулет ат иесі. Бәйгі бала Абылжан Рахат шағын ауданы. Номер 15 Синьора бапкері Анарбек Қадырбаев Асан ат иесі. Сүлеймен бәйгі бала Ақтау қаласынан келген жүйрік. Номер 16 Құндызай бапкері Абзал Ердиев Абзал ат иесі. Бәйгі бала Расул Жаңаөзен қаласы. Номер 17 Уақыт бапкері Мыржаш иесі Есенаманов Мыржаш. Бәйгі бала Нұраділ Жаңаөзен қаласы. Мінекей 17 таймен таныстырып өттім. Мінекей 17-ші номердегі кезіндегі атақты боянның иесі Есенаманов Мыржаш ағамызға да 70 жасқа толуына орай күні ертең 22-сі күні бәйгі бар осы алаңда. 3 күн қатарынан бәйге, бұл дегеніміз үлкен той. Ертең Мыржаш ағамыздың да бәйгесіне көрермен болуға шақырамыз ағайындар. 17 тай тіркелді. Мінекей алдарыңызда қазір старт барлығы төрешілердің ұйғарымы бойынша, шешімі бойынша жіберіледі. 2 айналымдық 6 шақырымдықтан тұратын тай бәйге. Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына толуына орай бүгінгі тай бәйгеге осы ал мінекей ал 5 жасынан тартып мінсе ат жалын, демек оның көкірегі от жалын деп мінекей тай бәйгіміз басталды. Мінекей қошеметтеп отырайық ағайындар. Айқай қайда, шу қайда, қолдау қайда, дем қайда деп қояқшы. Мінекей 4-ші номер алдын бастап өтті. 7-ші номердегі, 8-ші номердегі жүйріктеріміз алдын бастап бара жатыр. Қайғырып келем, талықсып жатып содан соң кетемін. Алағайын тұлпарларымыз мінекей жарыс жолын бастап кетті. Тайлар көсіне шауып бара жатыр. Өлеңдетіп шумақтатып отырайық. Әуелі Алла бісміллә сіз қылма деп шалдарымыз айтпақшы. Бісміллә рахман рахим сөздің басы боладай. Осылайша бастасам көңілге сөзім қонадай. Жиналып келген қалайық, сөз сұрасаң бізде алтыннан. Базарлы жерге келгенде басымды бұрқап тартынбан. Мен бірақ қандар яй кемерін соғып шалқыған. Мәжілісті жерге келгенде тәңірім жел сөз бергесін. Домбыраны қолға алып көңілдің жерін қозғалық деп аралбай ақын сөз бастағандай сөз бастап. Бісміллә Алла беріп бойға дарын, жырымнан татырайын балтынбаның. Алысып ауыздықпен келіп тұрмын, тұлпардай топты көрсе тартынбадым. Адайдың қолындағы алдаспандай, айға қарай көтерсе жарқылдадым. Дүбірлетіп ат шаптырып жатыр бүгін, демеуші боп бәйгеге мәрт ұлдарым. Ассалаумағалейкум маңғаз елім, тойларың құтты болсын, алтындарым деп қошемет соғып Мінекей қошемет соғып қойық ағайындар. Мінекей тай бәйгіміз өзінің бастауын алған болатын. Тайларымыз әзірше ортада санаулы минуттардан соң тіке жолға түседі. Ол дегеніміз бірінші айналымды аяқтап, ең соңғы айналымға кететін болады ағайындар. Біздерде кейде қара
қойды бүктеген үйіме үнсіз тұнжырап қайғырып келем талықсып жатып бәрекелді, мінекей бүгінгі бәйгіміз Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына арналған ұлттық ойындар ұлтымыздың құнды мұрасы атты Жаңаөзен қаласы әкімдігі қолдауымен Ұлы Дала Маңғыстау ұлттық ат спорт федерациясының ұйымдастыруымен Жаңаөзен қаласына қарасты мекемелер және кәсіпкерлердің демеушілерінің қазақтың ұлттық спорт түрлерінен жарысымыз өтіп жатыр. Осы ағаларымызға Алла разы болсын, Жаңаөзеніміз гүлдене берсін, дами берсін деп мінекей жүйріктеріміздің де төрешілер айтып жатыр. Бір бәйгі бала аттан түсіп қалыпты. Енді мына жедел жәрдем бара жатыр. Ал ағайындар, мінекей жүйріктеріміз де қазір тіке жолға түседі. Қазір алдарыңызда өткеннен соң жүйріктеріміз соңғы айналымға кетеді мінекей. Тай бәйге бірінші орынға мотоцикл, екінші орынға 300 мың теңге, үшінші орынға электромопед, төртінші орынға 100 мың теңге, бесінші орынға 50 мың теңге. Мінекей 5 орынға дейін жүлде берілген. Мінекей тіке жолға түсті. Ал халқым, дайындалайық мына жүйріктерімізді болашақ аламан бәйгеге үміткер тұлпарларымызды соңғы айналымға шығарып салайық. Бота көзі жанып барат шырайланып, қиқу берсең жүйріктерге ұнайданық. Әне міне дегенше жүйріктерім келе жатыр мәреге бір айналып деп. Той шап жануар! Соңғы айналым жігіттер, соңғы айналым салыңдар барыңды. Алдын бастап кетіп бара жатқан номері 6-шы және де 7-ші, 15-ші, 16-шы номердегі жүйріктеріміз алдын бастап бара жатыр. 17-ші номердегі мінекей және де екінші топта кетіп бара жатқан 8-ші Ақмаржан қарындасымыз және де оның артында 12-ші номерде кетіп бара жатқан жүйрігіміз және де алдын бастап өткен жүйріктер 6-шы номерде бізде тіркелген Көзайым, бапкері Нұрсұлтан, иесі Қармысов Ризат, бәйгі бала Ақжан Тұшбек аулы алдыңғы топта және де 16-шы номермен тіркелген бізде алдыңғы топта кетіп бара жатқан Құндызай, Ердейіп Абзал ат иесі, бапкері Абзал Расул бәйгі бала Жаңаөзен қаласы және де 7-ші номермен тіркелген Ахметов Айтмұнат ағамыздың Ақтілек деген тайы, бапкері Заңғар Ерсұлтан бәйгі бала Мұнайлы ауданы және де 15-ші номермен тіркелген Синьория, бапкері Анарбек Қадырбаев Асан ағамыздың жүйрігі, Сүлеймен бәйгі бала Ақтау қаласынан келген жүйрігіміз екен мінекей. Және де 17-ші номер 17-ші номермен тіркелген Уақыт Исенаманов Мыржаш ағамыздың жүйрігі де алдыңғы топта бара жатыр екен. Уақыт деген тайымыз Нұраділ бәйгі бала Жаңаөзен қаласы. Ал мінекей жүйріктерімізде жаман емес. Қазір аздаған минуттардан, аздаған секундтардан соң бүгінгі Жаңаөзен қаласына 55 жыл толуына орай бүгінгі 2 айналымдық 6 шақырымнан тұратын тай бәйгінің бас жүлдесінің иегерін анықтайтын боламыз ағайындар. Қай сәйгүлік келер екен арқырап, қайсысының жұлдызы тұр жарқырап деп мінекей қазір екі хас жүйріктеріміз таласып келе жатыр. Мінекей арасы ашық, 5 орынға дейін жүлде берілген. Бағанағы айтып өткендей, бірінші орынға тай бәйгеге мотоцикл, екінші орынға 300 мың теңге, үшінші орынға электромопед, төртінші орынға 100 мың теңге, бесінші орынға 50 мың теңге. Бәрекелді мінекей бір жүйрік келе жатыр. Бұл енді қай жүйрік болды екен қазір алдарыңыздан өткеннен соң білетін боламыз. Жылқы малы ер қанаты деседі, атқа шапсаң самайдан жел еседі. Атқа мінген жас жеткіншек бозбала, ес жинайды ер азамат болып өседі деп мінекей бүгінгі Жаңаөзен қаласына 55 жыл толуына орай бүгінгі тай бәйгеден
жүлделі бірінші орынға келе жатқан мінекей алдарыңызда айқай қайда шу қайда бүгінгі тай бәйгінің жеңімпазы 6 номердегі көз айым атты тай екен, қошеметтеп отырайық ағайындар. Нұрсұлтан бапкері Қармысы Призат ат иесі. Екінші келген тайымыз 16 номердегі тайымыз біздің Құндызай Ердейіп Абзал ат иесі. Расул Бәйгібала 3-ші орынға келе жатқан 7 номердегі Ақтілек Ахметов Айтмұрат ағамыздың жүйрігі, Мұнайлы ауданынан келген жүйрігіміз екен мінекей. 5 орынға дейін мінекей 4-ші орынға келе жатқан бәрекелді мінекей бұл қай тайымыз болды екен қазір. 4-ші орын. 4-ші орынға иеленіп келе жатқан бізде номері 17 болу керек, 17. 4-ші орынға иеленіп келген 15-ші номердегі 5-ші орынға 12-ші номердегі 15-ші номерде 4-ші орынға иеленген Синьора Қадырбаев Асан ағамыздың жүйрігі, Сүлеймен Бәйгібала Ақтау қаласынан келген жүйрік, және де 5-ші орынға келген тай 12-ші номердегі бізде тіркелген Шеге деген тай Қонарбаев Саламат ағамыздың жүйрігі, Әрсен бапкері Мейіржан Шабандос Боранқұл ауданынан келген жүйрік екен, 5-ші келген. Мінекей бірінші орынға келген тайымызды қайтадан айтып өтейін. Бүгінгі бәйгеден жүлделі бірінші орынға ие болған номері 6-ші номердегі көз айым атты тай Нұрсұлтан бапкері Қармысы Призат ат иесі Ақжан Бәйгібала Тұсжібек келген жері. Екінші орынға иеленіп келген тай номері 16-ші номермен тіркелген Құндызай бапкері Абзал Ердейіп Абзал ат иесі Расул Бәйгібала Жаңаөзен қаласы. 3-ші орынға иеленіп келген номері 7-ші номермен тіркелген Ахметов Айтмұрат ағамыздың жүйрігі Ақтілек Заңғар бапкері Ерсұлтан Шабандоз Мұнайлы ауданы. 4-ші орынға иеленіп келген 15-ші номердегі Синьора деген тай бапкері Анарбек Қадырбаев Асан ағамыз ат иесі Сүлеймен Бәйгібала Ақтау қаласы. 5-ші орынға иеленіп келген тай 12-ші номердегі Шеге деген тай Арсен бапкері Қонарбаев Саламат ат иесі Мейіржан Бәйгібала Боранқұл ауданы. Ал осының бәрінде біздер көзіміз көрген талай көшерді ат шабысты жүргізіп комментатор болған, қазір жастың ұлғаюына байланысты мына ендігі мына талап жастардікі, осы жастар қазір жақсылап жүргізіп атыр. Ал енді талаптарың оң болсын қарақтарым, тойларың той қыласын. Тап қазір осы тұрған неғылған жер, ілгері төңірекшіңнің беткейлі жер, қол созым оңғиықта Жаңаөзен тұр, оңтүстік Тайғырдөнге аталған жер. Осыдан 41 жыл бұрын адай тұқым, құланды жылқы сапқоз ашылған жер. Жылқының басы жетіп 11 мыңға кезінде марапатқа оранған жер. Осы атшабар сол жылдар жасалған жер. Көлемі 3 айналым айтылған жер. Дәуірінде Үстірғандай ағамыздың бәйгіні қаралайғатпен бастаған жер. Содан бері қаншама ат шапқан жер. Тұшытыр 4 тұяқтан ағылған жер. Бәйгіден аты келіп жүрек жарды талайға автокөлік сыйлаған жер. Осындай қасиетті киелі жер, 4 тұяқ қызуымен тапталған жер. Ең соңғы айналымда өре тұрып, тамсанып талай халық таңданған жер. Осы жер талай қызық өткізген жер, витаминсіз жүйрікті шаптырған жер. Жүйрік ат құландының Қасқалдағы Ермұхан автокөлік сыйланған жер. Осылай сол баяғы әлі сол жер, осынша қаншама жыл құт қонған жер. Кезінде талай тойда шабытпенен қуантқан сөз сұлуын ақтқан жер. Маңғыстау Атамұра киелі жер, ырысбайлық дәулетке бұлғанған жер. Қолдаушысы әр кезде пірімбекет, әрдайым ықыласқа бөленген жер. Тойларың той қыласын айналайындар. Ай рахмет аға, Алла разы болсын. Қуан ағамызға бір қол соғып қошеметтеп отырайықшы. Аға жасыңызды берсін бізге. Біз енді сіздің жалғасымыз десек те болады. Енді әуелі Аллах тағала жағымыздан жаңылдырмасын. Мінекей төрешілер Аламан бәйгінің жүйріктері 17 жүйрік шығара берейік. Ал енді аға осы тілегіңізбен қатар осы сіздің батаңызды алғымыз келіп отыр аға. Аламан дейтінде енді азға шықтық емес, 30 шақырымдық бас бәйгеге автокөлік тікіліп отыр. Аттың амандығы мен баланың амандығына бір батаңызды беріп жіберсеңіз аға.
жаңбыр менен жер көгерер, бата менен ел көгерер деп мінекей Қуан Ақсақал ағамызға сөз кезегін берсек. Той қызыға ат деген шабандоз сейіс жігіттер жүйрікті баптап келіп тұр ат шабардың төріне. Бала аман, ат аман, құлашын созғай кеңіне, жолдарың болғай сәт сапар бүгінгі байғы күніне. Әумин. Кеп кешегі көк бойнақ 1300 шақырым шабыста шағырай тұрат рекорд Маңғыстау адай елінде. Сол тұлпардай қанатты жер бауырлап жатын аламанда аңқыдың жазылсын тарих бетіне. Осы айтылған батамды қабілеткей бір алла, қолдағай атам бірбекет 362 әулие. Аллаху акбар, жолдарың болсын. Әумин аға, айтқаныңыз келсін мінекей. Жүйріктер дайын ба? Аламан бәйгінің сен тұр мен атайын деген мінекей. Нартұлға мәрт жігіттердің дайындап келген жүйріктері дайын ба? Таныстыра берейін ба? Кейін қарай кет, Ақжан ба, кейін қарай кет. Кейін қарай кет. 17 жүйріктер келген. Дайын ба? Таныстыра берейік ба? Ал, Аламан бәйге ясәтей алла. Номер 1 Бүкен торы, бапкері Назар, ат иесі Алпысып Келіс, бәйгі бала Айсұлтан, Атырау келген жері қошеметтеп отырайық. Номер 2 Мәншік 3 жаста, бапкері Рахат Қараш, ат иесі Аманып Асқар, бәйгі бала Шалқар, Жаңөзен қаласы. Номер 3 Айтұяқ 6 жаста, бапкері Жанболат, иесі Назархан Қуандық, бәйгі бала Абдымалик, Жаңөзен қаласы. Номер 4 Жалын 5 жаста, бапкері Бекболат, иесі Жұмамұратов Аман, бәйгі бала Бағдаулет, Қызылтөбе келген жері. Номер 5 номермен Димаш Торы атақты 6 жаста, Беймірзаев Хамзағамыздың жүйрігі, бапкері Хамза, Темірлан Шабандоз, Таушық ауылы. Номер 6 Бақ Торы 5 жаста, бапкері Ақан, Ідріс әулеті, Диас бәйгі бала, Теңге кенті келген жері. Номер 7 Ұлытау 7 жаста, бапкері Дәулет, ат иесі Жакиев Талғат ағамыз, бәйгі бала Мирас, Ақтау қаласынан келген жүйрік. Номер 8 Толағай 5 жаста, бапкері Сәкен, иесі Қамай Сағындық, бәйгі бала Миржан, Қызылтөбе келген жері. Номер 9 Бағашар 3 жаста, бапкері Раман, Құдайберген Раман, ат иесі Сүйіндік, бәйгі бала Теңге кенті келген жері. Номер 10 Ер торы, атақты Атбегі Күмісбаев Жүзбай ағамыздың жүйрігі, Ербол, бәйгі бала Теңге кенті. Номер 11 Айзи 7 жаста, Күмісбаев Жүзбай ағамыздың жүйрігі, бәйгі бала Нұржан, Теңге кенті. Номер 12 Нұртөбел 6 жаста, бапкері Ершон, ат иесі Қыршпай әулеті, кешірім сұрайым, Ерсұлтан, бәйгі бала Тұшшыбықыдық ауылы. Номер 13 Ақмоншақ 5 жаста, бапкері Жандос, Жұмамұратов Аман ағамыздың жүйрігі, Ақжан, бәйгі бала Қызылтөбе келген жері. Номер 14 Жұлдыз 4 жаста, бапкері Ерміхан, Арыстанғалиев Абай ағамыздың жүйрігі, Алижан, бәйгі бала Құланда ұлы. Номер 15 Айгүрең, бапкері Келдібай, атақты Ыбыраев Келдібай ағамыздың Айгүреңін келіп отыр, қошеметтеп отырайық. Бейіржан, бәйгі бала Боранқұл ауданынан келген жүйрік. Номер 16 Таң Шолпан, бапкері Азат Жақышып Айбек, ат иесі Мирас, бәйгі бала Сат групп мекемесінің атынан мінекей келіп отыр. Бәйгілі болсын, Бекіде өткен Аламанның бірінші орнына иеленген Таң Шолпан мінекей. 17 Алтастағы Санта деген жүйрік. Өтеміра, мінекей ойран боп қалған бабамнан біргез қан ұйып, саулады мұнай тұрғандай қазір нар ұйып, о Маңғыстау түбіңді тартсам айтамған, әрбір тастың астарында бір тарих деп мінекей Аламан бәйге басталды. Аламан бәйге басталды ағайындар. Бісміллә деп бастаймын Құдайды алып, бұл өлең баршаңызға ұнайданық. Шабытымды шақырып, бір көрейін аттарың келгенше, бір айналып. Атың аман болсыншы, балаң аман. Тұлпараттар қозғалды бағанадан. Сыншылар бар сыртынан көзін тастап, Сайгүліктің баптарын саралаған. Сөз теймесін жүйрікке, көз теймесін. Әр Сайгүлік сүйрейді, өз кеймесін. Қызылмай боп тығылып, тері қатпай, жүйрік аттың кекіліне шаң теймесін деп бір қошемет соқпай ағайын. Барады ауыздықпен жағаласып, шабады ескен желмен араласып,
астындағы тұлпары топты жарып, топты жарған тұлпарға бала қашық. Бәйге кетті басталып, көз жайланып, тақым қысқан бапкерлер пай-пайланып, ауыздықпен алысқан кіл жүйріктер айналмадан барады төрге айналып. Бүктетіліп жазылып жазықтықта, сүйеніп кеп шабады ауыздыққа. Құлагерді балталаған батыраштай, ағайын жұрт бармаңдар жауыздыққа. Еңсерген тұлпараттар талай тауды, қайтарған батыр бабаң талай жауды. Қараңыздар ағайын көз тастаңдар, жүйріктерің жүйткіген төрден ауды. Тамсаныңдар, сүйсініп қарап бәрің, айсай күлік келетте балақтадың. Аршын жүйрік алдына шығып білет бір жымырып өткендей санап бәрін деп мінекей. Ой, мінекей, бағанағы 17-ші номердегі Санта атты жүйрігіміз Өтемұратов Саламат ағамыздың жүйрігі Мерей бәйгі бала Жетібай кенті келген жері 17 жүйріктер келген. Төрешілеріне 5 номер шауып баратқан қай жүйрік? 5 номер шауып бара жатқан 17 ма 5 номер? Я атам бекет құлдығай, әр уақытта біздің Маңғыстау, киелі Маңғыстауым. Қаройы Маңғыстаудың әулиелі, Хазірет, Шайқы Суфы әмбейлері, Тәңірім жаратқандан жан бергізіп, Алланың нұр сасқан пенделері. Әйгілі атам бекет жатқан жерім, Маңғыстау атақоныс алшы төрім, кең байтақ қазақ елі түкпірінен әруағын білмейтін аз бір бекеттің. Атадан қалған бұра алтын бесік, туған жер қаным тамған кіндік кесіп, не детсең атау жолын маңдайыңа, тұрғандай оғландыдан самал есіп. Шыңқызы оғландының биік тауы, жайылған беткейінде тобыр қары, сол жерде жатыр бекет бір атамыз еркесі адайдың асқар тауы. Әруағы бір кездері алай дүлей, тұратын күн күркіреп көріс көз етпей, бір кезде жайма жуақ қоңыр салқын, сыйпаған маңдайыңданды білдірмей. Бір кездер ақсар бас аққу болып, ұшқан қой қанатымен қорған болып, тостаған толы сусын таусылғанда тұратын құдіретімін қайта толып. Артық кетсең сабаңа келтіретін, жетпес жердің сыйынсаң жеткізетін, адайдың әруағы әр ұраны, ешкім жоқ бір бекетке тең келетін деп. Мынау атам бекеттің батасы. Ал енді той қыласын, аттарымыз бәйгілі болғай. Оң болсын балдар. Ай, рахмет, Алла разы болсын. Бір ағамызға бір қошемет қол соғып қояйықшы. Кезіндегі бәйгілердің көзі десек те болады, көненің көзі бәйгінің айнасы. Мінекей жүйріктерімізде тіке жолға шығатын болады ағайындар. Жүйріктеріміз бірінші айналымда аяқтап, екінші айналымға кететін болады ағайындар. Әзірше жүйріктеріміз асығатын емес. Үш айналымнан кейін көтеріле ме? Жоқ әлде соңғы айналымға дейін осы күшін сақтай ма, оны көретін боламыз ағайындар. Әзірше жүйріктеріміз әдемі шабыспен, әдемі қарқынмен келе жатыр ағайындар. Ал мінекей үш жүйрік көрінді ағайындар. Бұл қай жүйрік болғанын қазір алдарыңыздар өткеннен соң анықтайтын боламыз, барлығын жеткізіп отырамыз. Бота көзі жанып барат шырайланып, қиқу берсең жүйріктерге ұнайданық. Әне міне дегенше жүйріктерім келе жатыр мәреге бір айналып деп отыра. Мінекей алдымен бастап келе жатқан бұл қай жүйрік болды екен ағайындар? Бірінші айналымда аяқтап, екінші айналымға кетіп бара жатқан жүйріктерімізге айқай жоғы беріп қояқ ағайындар. 15-ші номердегі жүйрік мінекей алдын бастап бара жатқан. 15. 5-ші номердегі жазып отыр. Және де 3-ші номер, 17-ші номер, 14-ші номер, және де 17-ші 5 номер. Так, 7. Бастапқы енді аттардың барлығын 9 және де. Ал алдын бастап өткен жүйріктер. Бірінші айналымның алдын бастап өткен енді халыққа номері 15-ші номермен алдын бастап өткен бізде Айгүрең Ыбырайып Келдібай ат иесі, бапкері Келдібай, Мейіржан Байғыбала Боранқұл ауданы, және де 5-ші номермен екінші болып бара жатқан Бимырзаев Хамза Димаш Торы, Темірлан Байғыбала Таушық аулы, және де 3-ші номермен тіркелген бізде Айтұяқ, 3-ші номермен 6 жастағы Жанболат бапкері, Назархан Қуандық ат иесі, Абдумалик Байғыбала Жаңаөзен қаласынан келген жүйрік екен. Және де 17-ші номермен мағанағы 5 номер
Өтемұратов Саламат ағамыздың Санта деген жүйрігі алдыңғы құтыпта кетіп бара жатыр екен. Жануар жетіп алыпты өзі қарқынмен. Және де біз номер анықтаңызшы төрешілер. 17 ма 9 ба? 9 ба? Біз номер дұрыс кетіп бара жатыр, бірақ 9 деп жатыр ғой мұнда. Бағашар Құдайберген Роман деп тұр ат иесі. Бапкері Роман Сүйіндік бәйгі бала теңге кетті. 9. Және де алдыңғы топта кетіп бара жатқан. 14-ші номерде Жұлдыз Арыстанғалиев Абай ағамыздың жүйрігі, алдыңғы топта Ермұхан бапкері Алижан бәйгі бала Құланды ауылынан келген жүйрік екен. Алты 696 Қайсы автокөлінің егесі бар ма? Қойып ұстапты мына калитка жағына, шыға алмай тұр екен мұнда жігіттер. 696 ма Қайыс? Алып тастай қойыншы. Ал енді мен Рәбім ағамызға, Алдаберген аға, өзіңіз сөйлеп бір сөз кезегін беріп жіберсеңіз Рәбім ағамызға. Мен енді жетпей жатырмын ар жаққа. Бүгінгі Жаңаөзен қаласына 55 жыл толуына орай өзіңіздің жүрек жалды тілегіңізді айтып, мына бәйгі балдарға ақ жол сәт сапар тілеп қойыңыз аға. Келер боқтап отыр. Шашатма. Ассалаумағалейкум, құрметті әлеумет, мұнайлы Жаңаөзеннің бүгінгі 55 жылдық мерейтойы құтты болсын. Енді қай кезде де өзен десе елдің барлығына белгілі орта ғой. Осы мен өзімнің мына Көкмойнақтың дүбірі деген Көкмойнақтың ұлы дала жорығы, соның жігіттердің де нобайы аттар өтіп кетсін дейді осы. Мінекей екінші айналымда аяқтап, үшінші айналымға аяқ басқан жүйріктер номер алдын бастап бара жатқан 15, 13, және де 3-ші, 8-ші, және де 14-ші, 12-ші, 17-ші, 9, 5, ал жазып аламыз. Ал аға сөйлей беріңіз, жалғастыра беріңіз аға. Мына жаңа айтылып отыр ғой, Көкмойнақтың дүбірі деп, осы ұлы дала жорығында да жүрген жігіттердің нобайы Жаңаөзендіктер. Көкмойнақтың тең жартысы Жаңаөзендік десем мен қателеспеймін. Оның ішінде мына Исенбай бастаған Алдаберген бар, Кімнің аты екен? Жаңбырбай бар, Дәлеу бар, мына жерде тұрған кімдер бар тағы есіме түспей жатыр енді. Осы нобайы Жаңаөзендіктер біздер енді қай-қайсына барсақ та өзіміздің Маңғыстаудың атын шығарып, алдыңғы жылы чемпион, биыл рекорд қойып, сондай жетістіктерге жеткенде осы жігіттердің еңбегі деп білеміз. Содан кейін енді мен осылармен бірге жүргеннен кейін бүгінгі 55 жылдық мерейтойға мына Маңғыстау қара шаңырағы шетпеден бері қарай пробег жасайын дедім. Кеше 115 шақырым жетіп мына жердегі Таришан тұсына келіп тоқтадым да бүгін таңертең сол жерден бері қарай жалғастырдым. Енді бұл да менің бір қосып отқан осы Көкмойнақтың дүбіріне қосқан өз үлесім деймін. Құрметті қалайық, біздің алдымызда бір үлкен алынбай жүрген қамал бар еді. Қанша жерден мақтансақ та адайдың атының статусы жоқ еді. Сол статус міне биыл аяқталып келе жатыр. Ең шешуші кезеңі осы 4-ші қараша күні белгілі болады.
шетелден 10-15 жерден келген шетелдік комиссиялардың алдында адайдың жылқысы 100 шақырымға шабады. Соған көрермен болыңдар, қызықтаңдар. Егер ол сол жерде әдемі шауып өтсе, біздің адайдың аты тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемге белгілі болады. Ал сол жерде міне осы жерден алыс емес, мына Кендірлі қайта орынбасар сол жаққа кетейін деп жатыр, бәрін дайындайды. Ал біздің жеңісіміз көп болсын, аттарымыз бәйгеден келе берсін, ұлттық спортымыз, ұлттық болмысымыз жойылмасын, дендеріңіз сау болсын, тойға жалғасын. Өмен аға, айтқаныңыз келсін, Рәбім ағамызға бір қолшемет қолдау көрсетіп қояйықшы. Көптеген жастарға үлгі көрсетіп жүрген ағаларымыздың бірі осы жақында өтетін марафонды да хабарлап естеріңізге салған болатын. Ал жаңағы екінші айналымның алдын баста өткен номері неше? 13-ші номердегі Ақмоншақ Жұмамұратов Аман ағамыздың жүйрік алдын баста өткен болатын. 3 жүйрікті айтайын. Және де 15-ші номермен Айгүрең Ыбырайып Келдібай ағамыз алдын баста өткен болатын. Және де 8-ші номермен тіркелген Қамай Сағындық Толағай деген жүйрікпен өткен болатын алдыңғы. Ал мінекей жүйріктеріміз қазір 3-ші айналымда аяқтап, 4-ші айналымға аяқ басатын болады ағайындар. Мінекей қазір міне тіке жолға шықты. Қазір жүйріктеріміз мінекей көрініп те қалыпты. Қас жүйріктің белгісі, дудыда көрсе жылқынған, айтулы жүйрік мен едім салдырмай қамшымтылған деп мінекей бәйгіні қыздық қояқ шағайындар. Айқай қайда, шу қайда, қолдау қайда, дем қайда ағайындар. Мінекей тек қояқшы мінекей бәйгіні тамаша қылып 12-ші, 15-ші жүйріктеріміз мінекей алдын бастап кетіп бара жатқан. 13, 15 және де 14-ші номердегі жүйрік мінекей 3-ші кетіп бара жатқан. Және де 3-ші номердегі жүйріктер 2-ші топта қарқыны жаман емес. 2-ші топтан шығама, 1-ші топтан шығама жеңімпаз, оны әлі білмейміз. 5-ші номердегі, 2-ші номердегі жүйріктеріміз де кетіп бара жатыр мінекей. 5-ші кетіп батыр бұл. Алдын бастап өткен номері 13-ші номердегі Ақмоншақ бапкері Жандос Жұмамұратов Аман ат иесі Ақжан бәйгі бала Қызылтөбе келген жері. Және де 15-ші номермен тіркелген бізде Айгүрең Ыбырайып Келдібай Мейіржан бәйгі бала Оранқұл ауданы. 14-ші номермен тіркелген бізде Жұлдыз Арыстанғалиев Абай ағамыздың жүйрігі Ермұхан ат бапкері Құландаулы Алижан бәйгі бала екен. Және де 3-ші номерде оқып жіберейік. 3-ші номер Айтұяқ Жанболат бапкері Назархан Қуандық Абдырмалик бәйгі бала Жаңаөзен қаласы. Ассалаумағалейкум, құрметті Жаңаөзен қаласының тұрғындары және қала қонақтары. Батыр қала Жаңаөзеніміздің 55 жылдық мерекесі құтты болсын. Ат қосқан атбегі азаматтар аттарын бәйгеден келсін, бала құламай, ат жығылмай. Жаңаөзен қаласы өзі тарихы терең, жас қала болса да. Ат бәйгесі аяқталғаннан кейін сақына аңғасында арқан тартыс болады. 5 адамнан командаға бөлініп Шаршақ болады бұл екеуі қазір. Соған тіркелуге шақырамыз. Құрметті көрермендер, қарулы қол жігіттер, бақтары сынаймыз, қошқар көтереміз. Арқан тартуға, қошқар көтеруге тіркелеміз жігіттер. Айтып жүр 15 пен 13 топ бастап. Сақынада осы қазір тіркеліп жатыр. Күштерін, бақтарын сынаймыз ал жігіттер. Осы бір естіліп жатыр ма? Ал көрермендер, мына қошқар көтеру, арқан тартыс сайысына командалық сайыс болады, арқан тартысу. Соған барып бақ сынайым дегендер болса күресте бар екен. Және де мына сахнаға барып тіркелеміз. Мына атқы ағаш етігілген жағында бір жігіт күтіп отырсыздар списокпен. Мына Бурасанды атаншілікті қошқар көтерем деген
мына палуан азаматтарымыз болса барып қатысуыңызға болады ағайындар. Ал мінекей жүйріктерімізде жаман емес көрініп келе жатыр. Әзірше 2 жүйрік алдын ашып кеткен болатын. Bir çıktı mı lan dost? Jүйріктеріміз қазір 4-ші айналымды аяқтап 5-ші айналымға кететін болады. Ал мінекей 2 хас жүйріктеріміз мінекей алдын бастап келе жатыр. Көктемгі дала кеңдік-ай, шабысы аттың бір қанып, жазылушы еді жануар жасылынан шықтамып, анадай қырдан асқанақ, танадай көзден жас барлап, найзағай сынды байғұсын ағатын еді аспандап деп мінекей аспандап келе жатқан жүйріктеріміз номер 15 пен 12. Бұл дегеніміз 13-ші номердегі Жұмамұратов Аман ағамыздың ақ моншағы, Ыбырайып Келдібай ағамыздың айгүреңі мінекей алдын бастап өтті. Және де екінші топты бастап келе жатқан 14-ші номердегі Арыстанғалиев Абай ағамыздың жүйрігі, және де 14-тің қасында 3-ші номердегі Айтұяқ Назархан Қуандық ағамыздың жүйрігі екен мінекей. Мінекей екінші топты мінекей көтермелеп жіберейікші ағайындар. Бұлар қосқан сияқты, шабысына шабыс қосқан сияқты. 2-ші номермен де таныса отырайық. 6-ші номер алдында көрініп бара жатыр. 5 номер, 9-ші номер қосырайық. Так, 12, 9, 6, және де 10, 11, 17, 5. Екінші топты таныстырайық, екінші топты бастайық. Манағы 6-ші номермен тіркелген екінші топ Бақтұры Ыдырыс әулеті бастап келе жатыр. Диаспа Игбала теңге кетті. Мынау ер жігіттің атқа деген махаббаты. Уа жүйрік ат, сұлу жары, ер қайрағы, жігіттің болып өстім бұл жайнаға. Айтылған ат үстінде кербез әндер, сүйген жар, сүт бетінің ақ қаймағы. Айедың кеше туған бүгін 11, жарасқан кер торатқа салған шылбыр. Жануар мені разы болсын десең, аузына ақ қаймақтың жетіп қондыр. Мінгенде кер торатқа көңіл шалқып, кеудеде көтеріңгі ән айтылып, ауылы ақ қаймақтың алыс болса кер торат сезінуші дауысын тартып. Ән салған сағынышпен кең далада, бүгінгі күн аманат деп ат жалында, сар желіс ат үстінде сауыр сарып, сиынған ән шығайып кер торатқа. Сағынған сері жігіт ақ көбегін, қайтейін амалым жоқ айтып мұңын. Әне қосып шерін тарқатқанда, жанына қанат қылған жалау көгіл. Сағыныш көңіл күйдің шаршағанын, естіртеп жұрды ұйқыда ақ маралым. Үстінде кер тораттың шалқып тұрып, басынан қайындының ән салғаным. Желесің жел қайықтай кер торатым, жаныңмен жаным бірге асылдатым. Күн батар намаз дегер намаз шамда, ауылына жеткілегір ақ қаймақтың деген. Мынау жігіттің атқа деген махаббаты. Ай рахмет аға, кезіндегі қарылөңі ғо, кезіндегі бәйгеге ат қосқан атбегілер көздеріне жас алып жатқан шығар, кезіндегі жүйріктерін еске салып. Мінекей жүйріктеріміз қазір алдарыңыздан 5-ші айналымды аяқтап, 6-шы айналымға аяқ басатын болады. Әзірше жаман емес, алдын бастап бара жатқан 2 жүйрік бағанағы айтып өткендей 13 пен 13-ші номердегі Жұмамұратов Аман ағамыздың ақ моншағы мен және де Ыбырайып Келдібай ағамыздың айгүреңі бастап келетқан шынайы 2 ат болып, және де 2-ші топтың да қарқыны жаман емес. Бұл қалай болатынын қазір көретін боламыз. Айналым сайын жақындап келе жатыр жүйріктерде. Қазір алдарыңыздан тіке жолға 2 жүйрігіміз бұрылды. Бұл дегеніміз Жұмамұратов Аман ағамыздың ақ моншағы, Ыбырайып Келдібай ағамыздың айгүреңі болу керек мінекей. Ой санама тосыннан келсен ақыл, шабандозға сән береді берген ақыл. Тізгіндеген сәйгүліктің абыройы, шабандоздың тізгінінде болып жатыр. Жар болсын деп жаратқанға сыйынып, ат есі тұр не болар деп күйініп, шымырлаған қан тамыры бойға сыймай алапат күш алып барат жүйріп деп мінекей. Ба! Мінекей алдын бастап бара жатқан жүйріктер. Номері 15-13. Бұл дегеніміз 13-ші номердегі Жұмамұратов Аман ағамыздың ақ моншағы, Ыбырайып Келдібай ағамыздың айгүреңі мінекей.
Жануарың келе жатыр алдында, оңтайын тауып бабына атты салдың ба? Шалдардан қалған асыл мұра тектіні, шапқанда атың қайран боп қалқан алдың ба деп мінекей 14-ші номердегі Арыстан Қалиев Абай ағамыздың жүйрігі, және де 3-ші номердегі екінші топты бастап бара жатқан Назархан Қуандық ағамыздың Айтұяқ атты жүйрігі. Екінші топта жаман емес, 4-ші номер алдын бастап бара жатыр. Екінші топтың 10-ші номер бар. 4-ші номерде бізде тіркелген Жалын Жұмамұратов Аман ағамыздың жүйрігі. Жалын келген жері Қызылтөбеден жүйрігі екен. Ал Жаңаөзен қаласы тағы да мерекемен құтты болсын. Нешінші группқа кетті балдар? Мұнайлы өлке Жаңаөзен Батырқала ержүрек болып бітетін ол қызы жатырға да өзен деген атауын түсінгенге жер астында бұлақ болған асыларына тарихың терең еске алып ойлануға алай қазға бай жерсің қойнауыңда. Міне бүгін бейбіт күннің арқасында 55 жылдық мерекең тойлануда. Мерекелер құтты болсын құрметті жаңаөзендіктер. Мұнайларымыз таусылмай табыстарын таси берсін тек. Аламанның аттары 5 аяқтап 6 айналымға кетті. Енді алдыңғы топтан шыға ма, екінші топтан шыға ма, бұл алдағы уақыттың еншісінде. Мінекей мына бір жүйрік жарыс алаңынан шықты. Номері неше? 6-ші номер ма? Жоқ, тоқта. Көзіміз жеткізіп алайықшы бір. Неше номері? 6-ші номер жарыс алаңынан шықты. Мінекей жүйріктеріміз жүйріктерімізде жаман емес қарқыны. Әзірше алдын бастап Ыбыраев Келдібай ағамыздың Айгүрең атты жүйрігімен Жұмамұратов Аман ағамыздың Ақмоншақ атты жүйрігі жеке дара 2 ат болып бөлініп шығып әлі өзінікін бермей келе жатқан сынайлы. Екінші топтың да қарқыны жаман емес. Ал ағайындар, қазір санаулы минуттардан соң жүйріктеріміз тіке жолға түсетін болады. Бұл дегеніміз неше? 6-ші айналымда аяқтап 7-ші айналымға кететін болады. Төрешілер мына жарыс алаңынан шығып қалған аттардың номерін бізге жеткізіп отырайықшы. Біздер сызып тастаймыз. Нешеге кетіп балдар шатысып қалған ба, неше айналымға Алтын аяқтап 7 айналымға кетеді. Жаңылыспаңдар. Ал мінекей, екі қас жүйрік мінекей алдын бастап келе жатыр. Айқай қайда, шу қайда мінекей. Ыбыраев Келдібай, Айгүрең, және де Жұмамұратов Аман ағамыз Ақмоншақ. Мінекей жүйріктерім келе жатыр, топтасып ақ, екпінімен тұяғымен от шашып ақ, қасындағы атқа сүңгей қалсақ, атағынан қасындағы ат шошымақ деп мінекей екінші топта өзінің қарқынын көрсетіп келе жатыр. Номері алтын аяқтап 7-ге кетіп батсындар жігіттер. Номері. Алдын бастап өткен 13-ші номердегі Ақмоншақ Жұмамұратов Аман ағамыздың жүйрігі, Жандос бапкері Ақжан Байгыбала Қызылтөбе келген жері, және де 15-ші номердегі Айгүрең Ыбыраев Келдібай ағамыздың жүйрігі, Мейіржан Байгыбала Боранқұл ауданы, және де алдын бастап өткен 3-ші номердегі Айтұяқ Назархан Қуандық ағамыздың жүйрігі, Жанболат ат бапкері Абдумалик Шабандоз Жаңаөзен қаласы, және де 14-ші номермен бапкері Ермұхан аттың аты Жұлдыз Арыстан Қалиев Абай ағамыздың жүйрігі Алижан Байгыбала Құланды ауылынан келген жүйрігі екен мінекей. Жаңаөзен Батырқала әр кезеңде нелер бастан өткен жоқ. Жаңаөзенде жылдарда 89-2011 өшпестей жазулы хат өзегінде талай қиындық кезеңдерде өктемдікке
қарсылық жат бұлтпенде аналар кезінде түрлі қиындықпен бастан өтті талай зат Жаңаөзенде. Мойымай небір қиын кезеңдерге адайдың рухы бар мінезінде жасасын мұнайшылар астанасы Жаңаөзен Батырқана елесінде. Өргетасы өрмелеп гүлдене бірге қаламыз әйгілі болған Жаңаөзен дүниенің жүзінде. Осында талайды бірге сұлу сөзді арнадым. Жасыл қайып Самарқау еріншек болдық бүгінде. Осы тойдың хабарын аға деп келіп бата бер. Ақпарат інім айтқаны арнайы келіп үйіме. Рахметімді айтамын азамат жігіт Алқаның Жүзбайлы Ақпарат Күмісбаев ініме. Жақсы сөз жарым ұрыс деп бұрынғылар айтқан сөз. Мен тілеймін көпшілік осы тойдың бәріне. Рахмет. Ай, рахмет аға. Топырақты қара жерден теңдей кесіп, барады мына жүйрік елде есіп. Желде есіп, мына ленді сыйғызып құлашына шабасымен барады тербей бесіп. Жүйрік көрсем тұра алман құйындаған, ақ бақытым секілді бұйырмаған. Мен әйтеуір жылқыға уақыт бөлсем тосаттай алдынан сыйындалам. Шабысы әдемі екен ғажапкерім, бұдан кейін атыстау азап бергім. Осындай бір сұлпарды мініп алып, бір айналып шығармайды қазақ жерінде аттарымыз життен айнап. Ал мінекей ағайындар, Жаңаөзен қаласының 25 жылдығына арналған ұлттық ойындар ұлтымыздың құнды мұрасы атты Жаңаөзен қаласы әкімдігі қолдауымен, Ұлы Дала Маңғыстау ұлттық спорт федерациясының ұйымдастыруымен, Жаңаөзен қаласына қарасты мекемелер және кәсіпкерлердің демеушілігімен ұлттық спорт түрлерінен ат жарысы өтіп жатыр. Өзінің жоғарғы деңгейінде. Қазір мен енді арқан тартыс сайысы, қошқары көтеру сайысы, қазақша күресті хабарлайтын боламын. Мінекей қазір жүйріктеріміз 7-ші айналымды аяқтап 8-ші айналымға кетеді ғой, Ал мінекей жүйріктерімізде келе жатыр топтасқан сынайды. Жүйрік аттың шабысын ел таниды, тұлпардың түбірін жер таниды. Жүйрік аттың төресі болып кеткен, тұлпардың төресін ер таниды деп мінекей ба деп қояқшы мінекей ағайындар. Айқай қайда, шу қайда, қолдау қайда, дем қайда деп қояқшы мінекей. Алдын бастап келе жатқан жүйріктер номер 3-ші, 15-ші және де 4-ші 13-ші номердегі жүйріктеріміз, 16-ші номердегі және де Димаш Торы 5-ші номердегі және де 14-ші номер, жоқ, кешірім сұрайым, 2-ші номер және де 1-ші номердегі жүйріктеріміз алдым кетіп бара жатыр. Бұл дегеніміз 7-ін аяқтап 8-ші айналымға кеткен болатын. Алдын бастап өткен жүйріктер номер 3-ші номерді Әшін керек. протокол қайда? 3-ші номер алдын бастап өткен 3-ші номер бізде қазір 3-ші номердегі жүйрік Назархан Қуандық ағамыздың Айтұяқ деген атты жүйрігі және де 15-ші номермен Ыбырайып Келдібай Айгүрең және де 13-ші номермен алдыңғы топта Ақмоншақ Жұмамұратов Аман ағамыздың жүйрігі Ақжан Байгыбала және де 4-ші номермен тіркелген Жалын Жұмамұратов Аман ағамыздың жүйрігі және де 14-ші номермен тіркелген Арыстанғалиев Абай ағамыздың жұлдызатты жүйрігі екен Ермұхан атбапкері. Мінекей арқан тарту командалық сайысы, команда 5 адамнан құралады. Жаттықтырушысы Сәдуақас деген мінекей жігітке барып тіркеліп жатыр екен. Жүлде қоры арқан тарту 1-ші орынға 100 мың теңге, 2-ші орынға 50 мың теңге, 3-ші орынға 25 мың теңге. Қошқар көтеру сайысы тіркеп жатқан жаттықтырушысы Арман деген жігітке барамыз. 1-ші орынға ғана жүлде қоры берілген екен. 1-ші орынға 90 келі қошқар, ал мана көрген шығар қошқарда 90 келі. Қазақ күресі келесі сайысымыз. Тіркеп жатқан жаттықтырушысы Берік деген жігіт. Плюс 70 келі салмақ және 1-ші орынға 500 мың теңге мінекей ағайындар, қапыда қалмайық. 2-ші орынға 300 мың теңге, 3-ші орынға 200 мың теңге. Бурасанды атанжілікті міне палуандарымыз болса, барып қатысайға жігіттер. Қайда Алижан қалдырма сүр. Мінекей жүйріктеріміз қазір 2 айналым бар. Қазір 7-ні аяқтап 8-ге кеткен болатын, қазір 8-ді аяқтап 8-ді аяқтап 9-ға кететін болады.
Ал бәрекелді мінекей жүйріктердің де арасы ашыла бастаған сынайлы. Қиқулап бас бола қамшыға, мән бермей көзден аққан тамшыға, күшіңді босқа сарқымай әлі де екі айналым баршыда. Осындай көз тояма тамашаға, осында үлкен кіші балашаға, ағайын қиқулап қолдап қойың жігітке ат ұстамау жарасама. Шабысы жүрек қылын тебіреткен, екпіні алтарқанды керіп өткен, бұл аламан білсеңдер қалып еді шебірлік табылғаны бер жігіттен. Сұрасаң бұл туралы біледелден, өмірін ат үстінде сүре білген, бұл бәйге бұл дүбір қалған еді атбегі өріс байып тілегеннен. Еңбегін әр кезеңде ақтай алған, ата жолын ұрпағына сақтай алған, бұл бәйге майлы байып бейсектермен қалған еді тілепбай айтбайлардан. Ат қосып қатарына сырашпаған, суырылып алатындай күнді аспаннан, бұл аламан қалған еді тарих болып табылай орасқан Нәрембай мырзаштардан. Әйт мінекей жүйріктер, 9-шы айналымға кетті ма? Мінекей 9-шы айналымға кетіп бара жатқан жүйріктеріміз алдын бастап, 3-ші номер, 4-ші номер, және де мына көрінбей бара жатқан 7-ші номер болу керек. Ал, және де 1-ші номер, 15-ші номер, 4-ші номер, және де 13-ші номерлі 2-ші номердегі жүйріктеріміз Димаш Торы және алдын бастап өткен жүйріктер. Алдын бастап өткен 3-ші номердегі бізде Айтұяқ Назархан Қуандық ағамыздың жүйрігі, Жанболат атбапкері Абдымалик Шабандоз Жаңаөзен қаласы, және де 4-ші номермен Жалын Жұмамұратов Аман ағамыздың жүйрігі, Бекболат бапкері Бағдәулет Шабандоз Қызылтөбе келген жері, 7-ші номермен тіркелген Ұлытау Жакиев Талғат ағамыздың жүйрігі, бапкері Дәулет ағамыз Мирас Шабандоз Ақтау қаласынан келген жүйрік. 1-ші номермен тіркелген Бөкен Торы Алпысып Келіс ат иесі Назар бапкері Айсұлтан Шабандоз Атырау қаласынан келген жүйрік. Және де 15-ші номердегі Ыбырайып Келдібай ағамыздың Айгүрең атты жүйрігі топта бар Мейіржан Бәйгібала Боранқұл ауданынан келген жүйрік. Ал мінекей атбегілердің назарына бағанағы өткен тай бәйге, қазір енді алдарыңызда бұйырса өтіп жатқан аламан бәйге және де ұшқыр бәйгеден жеңімпаздар анықталған жағдайда ол барлығы мына артқы алаңдағы сахнада марапатталатын болады. Ең әуелі, ең бірінші мына ұлттық спорт шаралары болады. Күрес, арқан тартыс сынды және де қошқар көтеру концерттік бағдарлама содан кейін марапаттайтын болады. Естеріңізге сала отырайық. Ал мінекей қазір жүйріктеріміз осы қазір алдарыңызда өткенде соңғы айналымға кететін болады ағайындар. Ал бүгінгі Лада Грант автокөлігі қай жүйрікке болатынын да санаулы минуттардан соң анықтайтын боламыз ағайындар. Ал мінекей ат қосып қатарынан сырашпаған, суырылып алатындай күнді аспаннан, бұл аламан қалған еді тарих болып табылай орасқан Нәрембай мырзаштардан. Бұл аламан қалған еді сүлейлерден, бар жақсыны адына тілей берген, аламан арман болып қалған еді Қостерекбай Жанақпен тінейлерден. Аттағанда ат қарны тақтайланған, кезі жоқ аттарының шаппай қалған, аламан білсеңдер ей ағайын қалған еді Қазимен Сартайлардан деп Қалдыбаев Досанаға жырламақшы. Мінекей жүйріктеріміз де қазір тіке жолға шығатын болады. Бұл дегеніміз ең соңғы айналыма кетеді. Мінекей қай сайгүлік келер екен арқырап, қайсының жұлдыздары жарқырап деп мінекей соңғы айналымға жоғарғы деңгейде шығарып салайықшы жүйріктерді ағайындар. Ал мінекей жүйріктеріміздің де басы көрініп келе жатыр. Тарта алақаның тозды ма, айқай шуға делебеңіз қозды ма, жіберіңдер босатыңдар тізгінді, жүйріктерім бара жатыр соңғыға деп мінекей. Соңғы айналым жігіттер, соңғы айналым салыңдар барыңды. Соңғы айналымға кетіп бара жатқан Ұлытау, соңғы айналым Ұлытау. 3-ші номер, соңғы айналым жігіттер, соңғы айналым жігіттер. Алдын бастап өтіп бара жатқан 4-ші, 7-ші, 3-ші, 1-ші номердегі жүйріктеріміз кетіп бара жатыр. Алдын бастап өтіп бара жатқан 7-ші номердегі Ұлытау Жакиев Талғат
әттеген-ай мінекей Ұлытауымыз қазір жарыс алаңға қосыл бала қосыл. Бір айналым қалды. Бірінші номерде алдын бастап өткен Бөкен торы Назар бапкері Алпысып Келес Айсұлтан Шабандоз Атырау қаласынан келген жүйрік екен. Және де алдын бастап өткен 3-ші номердегі Айтұяқ бапкері Жанболат Назархан Қуандық ат иесі. Ал көтерек соңғы айналым, үміт бар жігіттер, соңғы айналым. 3-ші номердегі Назархан Қуандық ағамыздың жүйрігі, және де 4-ші номердегі Жұмамұратов Аман Жалын Бекболат бапкері Бағдаулет Шабандоз Қызыл төбе деп жазған екен, бірақ Қарағандыдан келген қонақтарымыз екен 4-ші номер. Және де 7-ші номердегі Ұлытау Жақиев Талғат ағамызға да тілеулес болайық ағайындар. Бағанағы әдемі бастап бара жатыр еді. Бүгінгі бәйгеде жолы болсын. Жақиев Талғат ағамыз сонау Батыс Қазақстанның түкпір-түкпірінде өзінікін Ұлытау дәлелдеп жүрген жүйріктің бірі. Я Алла, я сәт, сәуегейлік пікір айтып танысқа, сәйгілікке сын айтылар сан тұста, шын жүйріктің бағашылар бап болса, шын жүйріктер танылады жарыста, көкейлерді мазалайды сан сұрақ, кесіп пікір айту қазір артығырақ, қай сәйгілік келер екен арқырап, қайсының жұлдыздар жарқырап деп мінекей ағайындар. Жаңаөзен қаласына, Батыр қаламызға 25 жыл толуына орай бүгінгі 30 шақырымдық 10 айналымнан тұратын аламан бәйгенің бас жүлдесін анықтауға да аздаған минуттар қалды ағайындар. Бүгінгі Лада Гранд автокөлігі кімге бұйырады екен ағайындар? Ал мінекей Жаңаөзен қаласының 25 жылдығына арналған ұлттық ойындар ұлтымыздың құнды мұрасы атты Жаңаөзен қаласы әкімдігінің қолдауымен Ұлы Дала Маңғыстау ұлттық спорт федерациясының ұйымдастыруымен Жаңаөзен қаласына қарасты мекемелер және кәсіпкерлердің демеушілігімен ұлттық спорт түрлерінен жарыс мінекей өзінің мәресіне де аламан бәйге, онда да ұшқыр бәйгеміз бар. Қазір азғантай ғана уақыт қалды. Қайреке, фото-финиш дайындайықшы. Мына жүйріктер қазір қатарласып келе ме, әлде жеке дара келе ме, оны қазір көретін боламыз. Ал мінекей Мамай жұмыртпияқ Талқиздың шабысын салар ма? Мінекей әлде болмаса жеке дара келе ме, оны аздаған минуттардан соң білетін боламыз ағайындар. Бірінші номердегі Бөкен торы, 4-ші номердегі Жалын, Бөкен торы Атырау қаласы, 4-ші номер Қарағанды Жалын, және де 7-ші номер Ұлытау Жақиев Талғат. Ал ағайындар мінекей, көзімнің көбеймесе бүгін ағы, жанымнан жаңылтпаса шайтан тағы, егерде шын жүйрікті мен танысам, қақ бұның бұзып жарып бәйге алмағы, жүрген еліміз арасында аттың маңы, біреуде бақ, біреуде болар бабы, қай қазақтың көкейінде тұрмас дейсің, тұлпарымен бұзып жарып бәйге алмағы деп, 4-ші номердегі Жалын атты тұлпар бүгінгі аламан бәйгенің бас жүлдесіне иеленді. Екінші келген 7-ші номердегі Ұлытау, 3-ші келген 1-ші номердегі Бөкен торы бүгінгі аламан бәйгеде жүлделі 1-ші орынға ие болған. Жалын 5 жаста бапкері Бекболат Жұмамұратов Аман ат иесі, Шабандоз Бағдаулет Қарағанды облысынан келген жүйрік, және де 2-ші орынға ие болған Ұлытау 7 жаста бапкері Дәулет Жақиев Талғат ағамыздың жүйрігі, бәйге бала Мирас Ақтау қаласы, және де 3-ші орынға иеленген 1-ші номердегі Бөкен торы 4 жаста бапкері Назар Алпысып Келес ат иесі, бәйге бала Айсұлтан Атырау мінекей қаласы. 3 орынға дейін келген жүйріктерді таныстырдым. Ал ағайындар қайда баратамыз? Ұшқыр бәйге бар ғой, күте тұрамыз. Ұшқыр бәйгені тамашалаймыз қазір. Топтар қатар ұшқыр бәйгіміз бар, қайқа кетіп батырмыз. Мына босатайық 17 бәйге болдардың бәрі шығарайықшы төрешілер. Ұшқыр бәйгінің жүйріктері дайындаламыз. Ұшқыр бәйгінің жүйріктері. Бұл дегеніміз бір айналымдық. Әлі аламан бәйгінің айналымы аяқталмаған жүйріктеріміз бар екен мінекей. Мінекей қол соғып қояқшы, тамаша өнер көрсеткен жүйріктеріміз мінекей. 6-7 келген атты жүйрік ат деген адам қазақ мінекей. Бүгін бағы жамбаста келесі бәйгеде жолы болар жануардың.
міндет бәйге алу емес, міндет бәйгені аяқтау. Мінекей 14-ші номердегі Арыстанғалиев Абай ағамызға да алла разы болсын, тамаша өнер көрсетті. Мінекей 14-ші номердегі Жұлдыз деген Ермұхан ағамыздың баптауындағы жүйрік екен. Мінекей құрметті көрермендер, кереметтей аламанның куәгері болдық. Айтулы жүйріктер, мен деген, сен тұр, мен атайын деген жүйріктер қатысқан бәйге болды. Сол бәйгеміздің жеңімпазы міне Қазақстанға танымал Бүркіт ағамыз. Бәке, құтты болсын бәйгеңіз. Рахмет. Сіздің де еңбегіңіз зор. Бұл атбегілік өнерге қосып жүрген, әрдайым үлкен додаларда, әр жерде көріп жүреміз сіздерді. Ал енді бәке, қош келдіңіз киелі Маңғыстауға. Көлігіңіз құтты болсын, жеңісіңіз құтты болсын, жеңістігіңіз көп болсын. Ал бәке, өзіңіздің сәйгүлігіңізді таныстырып кетсеңіз мына бүкіл халыққа. Бұл сәйгүлікті Ақтөбеде Нурик деген бір бауырым бар. Екеуміз барып, Уфа жақтан Оренбург облысы екен, граница жағында. Сол жақтан Уфадан таңдап алдық бір ауылдан бір. Кедей қойлы бір кісі екен, сол кісіден дұрыс ақшаға таңдап алып жануарды. Сол алған кезде ақсап тұрды бір аяғынан. Сонда да сүйегін көріп, қимай. Бітімін көріп, естіл қарсыл мініп жүріп. Сонда да қимадым жаңа атты. Бағасына қарамай алдым осы атты. Жаңа Нурик бауырымыз екеуміз барып таңдап әкелдік. Содан әуенен Бекболат дайындап, Ерболат бар екеуі. Қазіргі бапкері Бекболат. Бекболат, иә. Ерболат екеуі. Екеуі бірге дайындайды. Қай жақта дайындадыңыздар? Біз Оралда дайындадық. Ақтөбеде басында келгенде Ақтөбеде дайындадық. Бір жетілдей. Содан кейін Оралға келдік. Оралда дайындап Шыңғырлауға қостық. Бірінші бәйгісі 24 шақырымға. 24 шақырымда бірінші шабысында 3 болды, 3 келді. Содан екінші шабысы неге дайындап әкелдік? Қала күніне Атырауға. Ол жерде бір болды. Енді міне осы жерге. Үшінші шабысы. Маңғыстау еліне келіп үшінші шабысы. Айтып бердің, қай кезде келіп еді? Бұл 2 ай болды. 2 ай болды да келгенде. 2 ай болды. Жасы? 1,5 ай болды бұның. 1,5 ай болды. 1,5 ай болды. Жасы? 5 жасар. 5 жасар. 6-ға шығады. 6-ға шығады. Ал қазір енді бәріне қызығы бұл сәйгүліктің линиясы ғой жаңағындай. Бұл айтқанда әке-шешесі деген сияқты қаны. Бұның қаны Джой Кинг деген американец айғыр, әкесі. Шешесі міне мына жерде Сафит деген бие екен. Сафит деген бие міне. Джой Кинг өзі Кинг Мамбоның жаңағы Кинг Каут дейді, соныкі Кинг Мамбоға барады жаңағы шей. Сосын Сафит деген биеден, несі красивая дейді, несі. Шешесі. Ол Сафиттан екен, Сафит деген айғырдан, иә. Бұлай бәке өзіңізді жаңағы нелерге бар, трипл баққа барады, жаңағы неге сол картеч соларға. Бәке өзіңіз енді Маңғыстауда талай ат шаптырдыңыз. Шаптырдым. Ал сіздің Маңғыстауда ат шаптырып пе едіңіз бұрын? Шаптырды, мен жанымда ғой. Бұрыннан сіздің қасыңызда туған інім ғой. Солай ма? Бұлай бүгінгі шабыс қалай болды негізі? Бүгінде Маңғыстаудың былай айтқанда дейтін мықты жүйріктерінің бәрі шықты бүгін. Ой, керемет шабыс болды енді. Скорста мықты болды. Скорс 30 шақырым тоқтамай айдады. Тоқтамай, мықты болды скорс. Былай айтқанда Маңғыстаудың шабысы өзгерген негізі. Байқадыңыз ба, бәке? Керемет. Бұрынғыдай, мысалы былтырғыдай да емес даже. Керемет, соғыспен ұттық қой, масқара. Деңгейі мықты, керемет көтерілген екен, иә. Енді біз шабыстық қой жаңағы скорс деген енді мықты болды. Енді ақырғы 2 круг қалғанда да біздікі де енді немен начашка отырды ғой. Былай айтқанда сіздің атта көп көрінбей отырды негізінде, да? Топтың ішінде артынан кетті. Білінбей отырды да, тек соңғы басы қаттылау, осы артынан әкелді. Алдымен нетіп кетсе кетіп қалады жаңағындай. Сосын артымен әкелдік. Мінекей құрметті көрермендер, бірінші жаңағы бас жүлдені жеңген сәйгүлікпен де таныстық, Бүркіт ағамызбен де таныстық, інісімен де таныстық. Ал бауырлар, ағалар. Алғашқы Бекет атада 4 ат кетірдік қой. Одан кейін Қобылан екеміз көп жүгірттік осы жақта. Қадар менің ученигім Қобыланда дайындап жүрген. Жоқ, Маңғыстаудың атбегілік тарихы сізді біледі, сізді таниды. Бәке, қош келдіңіз тағы да. Келіп тұрыңыздар, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Тек осындай жеңісті күнде кездесейік ағайын. Мына топтар қатар ұшқыр бәйгесінде де салысқалы жатыр екен. Ал мінекей ұшқырлықты, жылдамдықты анықтайтын үлкен дода бір орынға дейін жүлде жігіттер. Бір орынға дейін жүлде беріледі. Жақындайық, Азима тездет, Мираспа.
Ал мінекей, төрешілер сіздердің рұқсатыңыз. Біздікі тек микрофон. Ал мінекей, қысқа қашықтықтағы мінекей, ұшқыр бәйге қазақша. Ал ясат я Алла, айқай қайда, шу қайда. Өйт мінекей, топтар қатар басталды. Топтар қатар бәйгесі бір орынға дейін беріледі. Жүлдесі 50.000 теңге ағайындар. Қазір мына марапаттау алаңы, мына бағанаға айтып өткен сайыстарды аяқтап біткеннен соң орталық алаңда табысталатын болады. Ағайындар, бәйгі біткеннен соң тарқақ кетпейміз. Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына орай мына қала әкімдігі ағаш үй тіккен болатын. Сіздерді күтіп, қазанды қайнатып, мына шайнектің қақпаған сақырлатып қойып сіздерді күтіп отыр. Дәмнен ауыз тиеміз, астан ауыз тиеміз дегендей. Сол бүгін үлкен мерекелік шара, бүгін үлкен той. Бағанағы қазақша күреске жазылып жатыр ма? Бағанағы қазақ күресі плюс 70 келі деп тұр енді мұнда. Бірінші орынға 500.000, екінші орынға 300.000, үшінші орынға 200.000 теңге екен. Және де қазақ қошқар көтеру сайысы бірінші орынға ғана 90 келі қошқар көтерген қошқары, анау мынау емес 90 келі қошқар. Сосын және де тағы да арқан тарту командалық сайыстан тұрады. 5 адам болса 3 орынға дейін берілген. 100.000, 50.000, 25.000 теңге аралығында. Ал мінекей ұшқыр бәйгіде өзінің жылдамдығын көрсеткен сынайлы, әзірше алдын бастап келе жатқан бір жүйрік ашып келе жатыр. Мына манағы естімей қалып, тіркелмей қалған жүйріктер де бар шығар. Егер де сол тіркелмей қалған жүйрік бәйгеде бірінші келіп жатса, мына трибунаға келіп ат жөнін жазып кетейік шал. Айжыма кеше қалып тұрғасын, бүгін наған қосқан бұтып тұр ғой. Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына арналған ұлттық ойындар ұлтымыздың құнды мұрасы атты Жаңаөзен қаласы әкімдігі қолдауымен Ұлы Дала Маңғыстау ұлттық спорт федерациясының ұйымдастыруымен Жаңаөзен қаласына қарасты мекемелер және кәсіпкерлердің демеушілігімен ұлттық спорт түрлері жарысы өзінің мәресіне жетуге де аз ғана минуттар қалды. Бұл енді ұлттық спорт ат түрлерінен жарысы. Қазір енді арқан тартыс, қошқар көтеру жарысы болады. Ал енді мінекей алдын бастап ұшқыр бәйгеден бірінші болып келе жатқан қай жүйрік болды екен төрешілер? Рацияға шығып бір хабарлап жіберейікші, аттансақ. Қай жүйрік номер болмаса? Ал мінекей бүгінгі алдыменен келе жатқан Азима сенің шабысыңа халқым дән риза деп мінекей атақты Азима бүгінгі ұшқыр бәйгінің жеңімпазы. Қошеметтеп отырайық жануар, тұяғың талмасын деп мінекей 16 номерде 11 номердегі атақты Азима Аманиязов Бауыржан ағамыздың жүйрігі 50.000 теңгені қанжылады. Бір орын мінекей екінші келе жатқан жүйріктер, үшінші келе жатқан жүйріктер мінекей. Ал ағайындар, марапаттау барлығы да артқы алаңда болады. Аймағамбетов Жаңабай Үсенбайұлын сахна төріне шақырамыз ағайындар. Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына арналған тай бәйгеден 5-ші, 4-ші орынға ие болған ат бәйгелер бар ма бүгінгі бәйгеде? Ортаға шақырайықшы. 5-ші, 4-ші орынға ие болған. Қолымда 3 грамота тұр. 4 пен 5-ке ынталандыруға ие болған. 5-ші орын ба? Мұнда тұра тұр. 4-ші орын. 4-ші орын. 5-ші орын, кешірім сұраймыз, енді ат жөнді толықтай енбеген ынталандыру сыйлығы 5-ші орынға
50.000 теңге мінекей ат жөнің. 4-ші орынға ие болған үміткер. 4-ші орынға кім? Аржаны орып тұрамыз аға. 4-ші орынға бүгінгі 2 айналымдық 6 шақырымдық тай бәйгінің 4-ші орынның жеңімпаздары алдарыңызда. Мінекей 4-ші орынға 100.000 теңге марапаттаумен қошеметтеп отырайық ағайындар. Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына арналған ат жарыс тай бәйгіде жүлделі 3-ші орынға ие болған Ахметов Айтмұрат марапатталады. Атақты Ақтілек деген таймен Мұнайлы ауданы Ерсұлтан атты шабандоз. Мінекей Ақтілек деген тай Маңғыстауға танымал тайларымыздың бірі. Электро мопед 3-ші орынға иеленген. Дәл осындай марапаттаумен Жаңаөзен қаласына 55 жылдығына арналған ат жарыс бәйгіде жүлделі 2-ші орынға ие болған Ердеев Абзал марапатталады. Құндызай бәйгі бала Расул Жаңаөзен қаласынан келген мінекей Құндызай атты тайымыз бүгінгі тай бәйгіде 2-ші орынға иеленді. Жалғасын таба берсін, жүлдесі құтты болсын. 300.000 теңге сыйақымен марапатталады. Ал енді 1-ші орынға кезек берсек, Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына арналған ат жарыс тай бәйгіде жүлделі 1-ші орынға ие болған Қармысып Ризат марапатталады. Көзайым атты тай шабандозы Ақжан бүгінгі бәйгіде жүлделі 1-ші орынға ие болған. 1-ші орынға мотоцикл тігіліп жатыр мінекей. Көзайым деген тайымызда жүлделі 1-ші орынға иеленіп келіп жүрген тайдың бірі. Мінекей кілті қайда? Кілтін табыстайық қазір мотоциклдің. Бүгінгі 2 айналымдық 6 шақырымдық тай бәйгінің жеңімпазы Көзайым атты тайымыз мінекей. Ассалаумағалейкум. Құтты болсын мотоцикл мінекей. Ал енді сәл сабыр сақтай тұрайық. 1-ші орынға кешелі бері грамотымен ақшалай сыйлықты табыстап жүрген ағаларымыз бар. Германиядағы Кегес әскери тобы, Варшава келісімшарт әскери тобы, Ардагерлер Республикасы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Күмісбаев Абдулла ағамыз 1-ші келген шабандоз балаға марапаттау және де сыйақысымен медалімен марапаттайды. Ағамызға Алла разы болсын, кешелі бері кіші Аламан Құнан бәйгінің жеңімпаздарына марапаттаған болатын. Бүгінгі тай ұшқыр Аламан бәйгінің де 1-ші орынға ие болған бәйгі балдарды марапаттап жатыр. Жеңістеріңіз, бәйгілеріңіз құтты болсын, жалғасын таба берсін. Естелікке, суретке түсіп алайық. Ендігі кезекте ұшқыр бәйгеге табыстасақ. Ұшқыр бәйге. Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына арналған ат жарысы бәйгесінде топтар қатар бәйгеде жүлделі 1-ші орынға ие болған Аманиязов Бауыржан марапатталады. Азимая марапаттайтын Күмісбаев Абдулла ағамыз мінекей шабандоз бала Мадияр. Және де 1-ші келген шабандоз балаға өзінің медалі, марапаттауы және де ақшалай сыйлығы. Ұшқыр бәйгеден 50.000 теңгемен марапатталады. Жүлделі 1-ші орын ұшқыр бәйге. Аманиязов Бауыржан, Азимая деген тұлпар. Мына жүлдегерлерімізді қол соғып қошемет көрсеттік қойыңыздар. Ал енді құрметті ағайындар, көптен көткен сәт қазір Аламан бәйгенің жүлдесін табыстайтын боламыз. Жүлдені табыстау үшін сахна төріне Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары Қайнарбаев Жансейіт Исаханұлының құрметпен сахна төріне шақырамыз ағайындар. Рахмет. Алдыменен мерекелік бір-екі ауыз құттықтау тілек айтсаңыз. Ал құрметті халайық, құрметті Жаңаөзен қаласына келіп жатқан қонақтар, бүгінгі мына тойымызға қош келдіңіздер деп отырып, тойдың болғаннан болатысы қызық, осыған ат салысқан барша әріптестеріме, ұлы дала
қоғамдық федерациясына, ат спорт федерациясына, басқа да осы мәдени іс-шараларға қатысқан барша әріптестерімізге алғыс айтамыз. Мына жеңіске жеткен аттың иелеріне аттарыңыз жүлделі орында ала берсін, бақтары жана берсін дегіміз келеді. Той қыласын. Рахмет сіздерге. Рахмет, қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар, марапатқа кезек берейік. Бүгінгі 30 шақырымдық 10 айналымдық ұлы аламан бәйгеден Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына арналған ат жарысы аламан бәйгеден жүлделі 3-ші орынға ие болған алпысып келес марапатталады. Бүкен торы Айсұлтан Шабандоз Атырау қаласынан келген қонақтарымызға қошеметтеп отырайық. Жүлделі 3-ші орын Бүкен торы жүйрігімен. 3-ші орынға мотоцикл мінеки кілтін табыстап. Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына арналған ат жарыс аламан бәйгеде жүлделі 2-ші орынға ие болған Жакиев Талғат ағамыз марапатталады. Ұлытау Шабандозы Мирас 2-ші орын Ұлытау бүгінгі 30 шақырымдық 10 айналымдық аламан бәйгенің 2-ші орны 1 миллион теңге. Қошеметтеп отырайық ағайындар. 1 миллион теңге 2-ші орын Жакиев Талғат ағамыз. Ал енді аламан бәйгенің жеңімпазына да кезек берсек. Жаңаөзен қаласының 55 жылдығына арналған ат жарысы аламан бәйгеде жүлделі 1-ші орынға ие болған Жұмамұратов Аман марапатталады. Жалын Байгыбала Бағдаулет Қарағанды облысынан келген қонақтарымызға қошеметтеп отырайық. Бүгінгі Лада Грант автокөлігінің жеңімпазы. Аламан бәйге 30 шақырымдық 10 айналыстан тұратын бүгінгі аламан бәйгенің жеңімпазы Лада Грант автокөлігі. Қошеметтеп отырайық. Мінекей Жаңаөзен қаласы 55 жылдығының бәйгесінде жүлделі 1-ші орынға ие болған Қарағанды облысынан келген қонақтарымыз. Сонымен қатар Германия кеңес әскерінің тобы, Варшава келісімшарт әскерінің тобы, Ардагерлер Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Күмісбаев Абдулла Қаржанұлының өзінің бір сыйақысы бар. Беретұғын бәйгеболдарға 1-ші келген, соған енді табыстауға да рұқсат етіңіз. Алла разы болсын аға, сізге кешелі бері Құлан, Кішаламан, Тай, Ұшқыр, Аламан бәйге сынды 1-ші келген шабандоздарға мінекей өзінің үлесін марапаттау медалін беріп жатыр. Жеңістеріңіз құтты болсын, жалғасын таба берсін. Мінекей жеңімпаздың басты көбігі қалып қойған екен, көмік тұста бала. Мінекей Қарағанды бәйгелерің құтты болсын. Аттарыңыз шауып бәйгенің алдынан көріне берсін. Мінекей еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алған жерге барып жүлделеріңізді аласыздар. Ал ағайындар, біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз, аман сау-саулықта болайық. Мереке құтты болсын, Жаңаөзен. Ертең Мырзагелді ағамыздың 70 жас мерейтойы, бәйге қызықтайым деген азамат пен азаматшаларымыз болса, осы Аққанат атшабарында ертеңгі сағат 10:00-де бәйгіміз бар ағайындар. Tuyağın berbezdik, antasız olsanda boşurla, boşurla. Süttü koymandar, hoş yürükken şattırıp, ben olsalay toylandar. Arman. Bәйге құтты болсын ал. Kilometre Қарағанды.